Қумаш СССР кезінде туылғандардың бәрі ішеді, бізде травма деген болмаған дейді. Травмасы болмаған адамдар бұл өмірде жоқ шығар. Потому что әрбір адамның өзі туылғаннан кезде определенный травмалар болады, которые осы күнге дейін оны алып келеді. Мысалы, адам өзін әлсіз санаса, ол все время мықты болуға тырысады. Өйткені ол іште әлсіз сезінген соң, ол денесін мынандай өсіреді, чемпион болады, өзін мықты сезінгісі келеді. Мысалы, адам өзін тупой санаса, әлсіз, тупой дейді ғой, ол үнемі кітап оқып, үйрене грамотно болуға тырысады, өйткені өзін тупой санайды. Мысалы, адам өзін әдемі емес санаса, то есть іште өзін қабылдамаса, ол қыздар ерін жасатады, көзін жасатады, бәрін жасап тастайды, чтобы ол іште өзін қабылдамайды. Дәл сол сияқты адамда травмалар болады да. И адам ішетін адамда қандай болады? Адам мысалы внешний стимулятор дейді, ішу, басқа заттардың бәрі ол внешний стимуляторлар. Адам ішкенде ғана денесі босайды. Квантовая физика айтады да, дурная голова не только ногам покой не дает, но всему телу дейді да. И когда адам ішкен кезде денесі босайды. Денесі босағасын іштегі бүкіл мононы 90-шы жылғы СССРдегі әңгімелердің бәрін айтып отырады, кезінде мен ананы шығарған, бүйткем, сөйткен деп. Поэтому ол бейсаналы түрде болады. Сіздер өздеріңіз ойлайтын шығарсыз, мен аптасына бір рет пиво ішемін, күнара ішемін, мен ол ничего, маған ол мен алкаш емеспін. На самом деле это уже привычка. Это привычка называется, потому что ваше тело привыкло, ваш мозг к этому привык. Поэтому сами посчитайте, если адам өзін расслабляться алмаса, спортпен, кітаппен, қыдырумен, әйелмен сөйлесіп, балалармен қыдырып, баняға барып деген сияқты всегда внешний стимулятор керек болса, значит сол адам денесі қатып қалған. Поэтому сіз оны басқаша түсініп жатсыздар.